Сау сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге осы ұлттық киімге түйме қадау, түймені түйіп қадауды көрсетейін деп отырмын. Ол негізінде осы қолдан түймені түйіп қадау, ол Қытай халқы менен мына Корея, Моңғолия халықтарының ұлттық киіміне түймені түйіп қадайды. Бұл өзінше сәнді бір зат, өте әдемі болып көрініп тұрады. Бұны біз мына қазақтың ұлттық киіміне де қадасақ еш сөкеттігі жоқ. Мына жас қыздардың киіміне мына ұқсап түйіп, мына қапсырманың орнына, үлкен кісілерге қапсырма қадайды ғой, сол қапсырманың орнына осындай түймені қадауға болады. Міне үстіме мына түйіп қадап қойып отырмын. Осы түйменің қалай түйілуін мен сіздерге көрсетейін деп отырмын. Мынаны былай қарай алдыңында міне бастап көрсетейін. Былай қолыңызға сұқ саусаққа осылай орап, мына бармақпен бүйтіп айландырып келіп, мынаны былай қарай саламыз да, мына жерде мынаны былай шығарып аламыз. Сосын айландырып, мынадан өткіземіз. Сонда мына сияқты бізге әдемі осындай өрім сияқты болып, осындай болып келеді. Мына жақ қолымызда тұрады міне. Сосын осы екі ұшын бір жерден бері қарай өткіземіз. Мына бауды қолдан ызып осылай даярлап алу керек негізі. Бауын осылай қолдан ызып даярлап аламыз. Біз екі бауды бір жерден былай өткізіп, осыны айландырып, былай тартып қатайтамыз. Екі жағын кезек тартып отырып, осыны айландырып қатайтып шығамыз. Сонда бұл түйме болып шығады. Екі жағын кезек тартып отырып, міне қуалап, осылай қатайтып тартып отырамыз. Міне бізде осындай әдемі домалақ түйме болып шықты. Бұны негізі шапанның, сосын кейін әдемі сәнді жеңіл көйлектердің жағасына, тік жағалы киімнің жағасына салуға өте ыңғайлы болып келеді. Екінші жағынан былай мына ілгегін салып, былай түймелеп қоюға. Сосын бұны сумканың аузына осындай бекітіп, бүйтіп салуға да болады. Өте мықты әдемі болып көрініп тұрады. Мынаны былай міне бүйтіп түймелей саламыз. Мына бұлай қарай түймеленіп осылай болып тұрады. Қапсырма сияқты өте әдемі болып көрініп тұрады. Міне мен түйгенім осылай міне. Бұны ақырындап жіптерін тартып, қатайтып, сосын көйлекке қадауға, басқадай шапанға. Бұл түйме түйу өнерінде бастысы мынау жібіміз, мынау бауымыз жақсы болу керек. Қатты нығыз осылай жұмыр осындай қылып ызылған болу керек. Осындай өнер сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, комментария пікірлеріңізді білдіріп жазып отырыңыздар.